алдарыңызда кешіміздің жүргізушісі Нұрлан Боянбаев. Рахмет, кеш жарық, қайырлы түн. Жібек жол арнасында түнгі студия бағдарламасы. Шоуымызды естейміз. Кеттік! Біздің жобамыздың серіктесі нарықта Кейсел және актив брендтері ұсынған қазақстандық мобильді оператор ол Кейсел. Айта кету керек, Кейсел бұл тек мобильді оператор ғана емес, сонымен қатар еліміздегі ең ауқымды 5G жабыны ОГО бонус адалдық бағдарламасы бар, алғашқы цифрлық банк. Онлайн дүкені бар мобильді супер қосымша және тағы басқалар. Кейсел. Ал, қалайсыздар? Күшті, өзіңіз қалайсыз? Қайырлы түн. Жоқ, ешқашан шаршамаймын. Түнгі эфир ұнай ма сіздерге? Ұнайды, мен үстімде, мысалы, жатар киім дайын десең. Осы киіммен жүргенде бір апта болды. Я, неге дейсіз ғой? Мына бас киімді шешпеген бір апта болды, ар жағында бір нәрсе бәрі дұрыс па? Шешпей-ақ қойды. бәрі жақсы. Ас басым сізде. Жоқ, бәрі жақсы. Не деген әзір қой. Осы қазіргі заманда, деп айтайыншы, танымал болу өте оңай демек қойын, енді тез танымал болуға болады. Әсіресе біздің смартфондармен, күнделікті қолданып жүрген әлеуметтік желілермен. Бір жағынан күшті сияқты, е? Келісесіз ғой, әлеуметтік желі арқылы қазір популярны болу жеңіл. Жалпы тек қана популярны танымалдығы емес, жалпы әлеуметтік желі туралы бүгін әңгімелесек болады. Мен айтар едім, ол шықпай жатып, бірақ бір нәрсені шатастырмау керек біздің жастар. Танымал болу бір пәсте, сүйікті болу әсте-әсте. Ақырын. Енді кейбір адамдарда өте танымал, бірақ енді оны сүйікті деп айту қиын. Ал бізде бүгін қонақта деп айтқыңыз келіп тұр. Хайппен танымал болады. Жалпы біз әлеуметтік желі туралы бүгін әңгімелесек, өйткені әлеуметтік желі кері әсер етеді деген жастарға деген сияқты. Енді бүкіл әлем қазір әлеуметтік желіде, біз одан кете алмаймыз, қаша алмаймыз. Қашуда қажет жоқ. Оны зерттеу керек та, жақсы жағына бұру керек. Сол туралы келген қонақпен әңгімелесек. Әрі танымал, әрі сүйікті. Танымал, сүйікті. Әрі иманды. Иманды. Түнгі студия бағдарламасында Нұрлан имам, қошеметтеріңіз. Көрермендер, қошеметтеріңізге рахмет. Ал Нұреке, ассалаумағалейкум. Алейкумассалам, қайырлы түн. Қайырлы түн, қалайсыз, жағдайыңыз қалай, көңіл күйіңіз қалай? Шүкір, Аллаға шүкір, аман. Жалпы уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Қазір енді сізді жалпы хабарласу, шақыру оңай емес. Өйткені қазір байқап жатырмыз, сіз біраз жерде жұмыс істеп жатсыз. Оны қазір айтамыз, жібек жолы да, тікелей эфирде, оразайында. Бір ай тікелей эфирде жұмыс істедіңіз. Қошеметтеріңіз. Жалпы тікелей эфирден бастайық, Нұреке. Қалай болды жалпы оразайында? Неден бастау алды? Намазды қалай бастаймын деп тұр, біреу сөйтсе тұрып бастап кете бересің деп тұр. Сол сияқты қосықты бастап кеттік әйтеуір. Солай болды. Енді өзі қобалжу болды ма? Өзіңіз енді Инстаграмда бөлек, мысалы TikTokқа шығу да бөлек, бұл енді тікелей эфир, бағдарлама. Жалпы ерекшелігі бар ма деген? Әлбетте, теледидар менен әлеуметтік желідегі екі бөлек дүние екен. Мысалы, телефон өзіндікі ғой, тікелей қосып алып қарай бересің, жындансаң лақтырып жібересің, өшіріп жібересің. Аны жерден өшіремайды екенсің, бірінші күні қолыма планшет беріп қойып, қолым қатып қалды бейді. Білмеймін, қол жағына ғана. Ана планшетті ауыр екен өзі, бейті қолып ұзақ сап тұрғаннан ба?
соны қолымды ашамаймын. Екінші, мен ол қолымдаймын деп тұрған жоқпын. Планшет төмен түсіп кетпесе екен деп тұрмын. Қымбат дүние екен өзі. Планшетті ойым деп отырсыз. Иә, соны маған айтты, қымбат тұрады, абайлаңыз деді. Соны қайтып ұстап тұрдым мен. Екінші қолмен ұстап алмай түсіп кетпесін деп. Сөйтіп жүргіздік. Енді әр жердің өзіндік бір ерекшелігі бар екен, көрдім. Жақсы, ұнады. Бірақ ана көпшілік орынменен мынау жеке контент екеуі екі бөлек қой. Негізі екеуі де бір деп санаймын, бірақ десе де ананың салмағы ауырырақ. Теледидар. Аудиториясы бір, бірақ жеткізілу бөлек дейсіз. Классика, иә. Енді бұл сұрақты енді жиі қоятын шығар сізге, өйткені шынымен де өте танымалсыз, жастар өте жақсы көреді сізді. Жалпы осы эфирге шығу, жалпы осы әлеуметтік желіні қолдану қалай ойыңызға келді? Мысалы енді көп өзіңіз әріптестеріңіз мүмкін айтқан шығар, олай дұрыс па, дұрыс емес деген сияқты. Бірінші рет неден басталды? Иә. Бірінші рет енді әлеуметтік желіге кіріп бақылап тұратын қазақпыз ғой, бірақ мен ең көргенім мына TikTok әлемі болды. Өйткені TikTokта білесіздер, жастар жаңа пранктар түсіріп, аналарымен, жақындарымен қалжыңдап, беттеріне тор тұрғанын көрдім. Содан сол жерге барып, дінді насихаттау керек болды. Өйткені мен білдім бұл нәрсенің қазір қажет екен, пісіп, жетіп тұрғанын түсіндім. Өйткені егер мен айтпасам, жастар сол бойда не көре береді? Әйтеуір бір жақсылық тарасын ол жерге де деп сөйттім, бірақ менің кейін бәрі мазақтады, күлді. Бұл да уағыз айтатын жерге айналды ма? Түнгі сағат 1-2-3-те отырсам, шал нағып отырсын деп жазатын болды. Сондайларды ол. Шал нағып отырсын дейді бәрі. Оған қалай жауап қайдардыңыз? Сіздің жауаптарыңыз? Айтпай қойын бұл жерде. Шал бір жақта деп жауап бердім. Енді шалда ақсақалдар бізде енді алдына кетті ғой енді. Бұл жақта шал емесін, бірақ шал болуға жазсын дедім. Ақсақал болып, елдің ақсақал абызы болуға жазсын. Бірақ жақсы сөз жарымыз. Кейбір сөздерді айланып көтіге тура келді, кейбірін жай айттым, қалжыңдап айттым, әйтеуір шыдадым. Нәтижесі басында бірінші кезде 3 адам тыңдайтын. Біреу әйелім, біреу балам. 3 адам? Иә, сон біреу кембешник. Олар да тыңдайды. Мен бір қызық факт айтайын ба? Қазір біздің студиямызда 2 Нұрлан мырза отыр. Екеуі де 1979 жылғы және екеуі де әлеуметтік желілерде белсенді. Қызық, е? Енді мені салыстырмаңдар. 79 қай айдасыз? Январдың бірі. Болды. 01. Братан, болды ғой. Январдың бірі деген Батлонек. Бастап кетсең. Батлонек. Жалпы осындай әңгімелер көп болады. Жаңа кіре салып батлонек деген сияқты. Біз білмегені қаншама. Сол негізі мен түсінбедім, ол прикол ма? Не ол? Отыра салып бастағымыз келген негізше. Отырыңыз батлонек деп ше. TikTokта болған оқиға. Иә, Нұрлан ұстаз тікелей эфирге кіреді. Кірген кезде бір ауылдың баласы кіреді, Нұрлан ұстазды танымады-ау деймін. Енді ғана TikTokқа тіркелген бе әлде біреуден естіген. Кіреді, сөйтіп ұстаз ассалаумағалейкум деп амандасса, уалейкум ассалам, батлонек деп басып кетті. Сосын жақсы жауап қайтарды, емделу керек деді. Осындай оның бәрі елді күлдіргенмен кейде сіздің жүйкеңізге әсер ете ма? Жоқ, әсер етпейді. Түзу көңіл қисық сөзге мән бермейді деген қазақтың сөзі бар. Егер мен ондай нәрселердің барлығына мән бере бергенімде, бұл нәрсеге жетпес едім, мақсат орындалмас еді. Ең бірінші Алланың ұлы имандылығына біраз адамның жақындауына себепші болмас едім. Осы жақында бір өзім әріптесімді көрдім, TikTokқа кіріпті ол да. Сосын біреу бір сұрақ қойды. Сөйтіп еді, жаңағы мен ерегісіп, ұрысып, шықшы былай қарай адресіңді берші деген сияқты сөздер айтты да. Соны қарап отырдым да, енді бұл не болып кетті дедім. Ең соңында жақсы деді да, телефонды қойды да, шықты кетті. Соны өзім ойлап, тура сол сияқты мен де істегенде оған көп ақылдың керегі жоқ, эмоция болса, сондықтан оған күлкіге айландырып, мүмкін түсінбегенсіп, көрмегенсіп өтіп кетуге себеп сол болды деп ойлаймын. Енді қазір аудитория туралы айтатын болсақ, сіз енді қазір өте танымалсыз, өзіңіздің стористарыңыз Инстаграмда қанша аудитория жинап жатыр? TikTokта қанша аудитория болып жатыр? Бүгін ғана статистикасын салдым. Негізі 600 мыңнан асып жығылды, негізі тіркелгендердің саны. Бірақ тіркелмей жаңа айтқан көретін адамдар 2.800.000 адам. Ол қай желіде? Кіріп көріп. Инстаграмда. Инстаграмда. Ал стористі 200 мыңнан аса адам көреді.
сторыстың өзін. TikTokта да солай. Қазір енді көбінесе TikTokқа енді біраз жаңа буын жастар оқып, олар да талпынып жатқаннан кейін, бір жағы сәл TikTokта сәл қысқарттым. Өйткені басқаларға да көп талпыныс болсын деп ара кірдік салам. Оның үстіне өзім саламайтын болдым. Мен салғанша елдің бәрі қиып, мені видео сондықтан сала алмай да қалдым, шын айтсам. Статистикаңызды айтып жатырсыз ғой, 200 мың, 600 мың, 2 миллион 800 деп. Көбінесе осындай статистикаларды естіген кезде әртүрлі жарнама берушілер деп айтама, жарнамаға тапсырыс беретіндер бар. Сіз қабылдайсыз ба ондай ұсыныстарды? Жарнамаға қазір тікелей араласып жатқан жоқпын. Өйткені оған біріншіден уақыт керек, екіншіден жарнаманың да жарнамасы бар. Өйткені біздің білесіздер, қазіргі неғұрлым адамда тіркелушілер көп болса, оқырмандары, бұл кәдімгі ресми ақпарат құралына айналған күші енді. Сондықтан бұл нәрсеге өте қарап жатырмын, бірақ десе де көп. Жазғандар өте көп, кафемді, тамағымды, жаңағы үйлене алмай жүргендер көп екен өзі. Сондайлар ажырасайын деп, сондайлар көп жазатын болды. Біреу тауып беріңізші, екеу тауып беріңізші деп. Сондайлар көп, енді бірақ ондайға мән бермейміз. Негізі жарнамамен көп айналыспаймын. Қазіргі тек қана менің басым көпшілігі жастар болғандықтан, жастармен кездесу, университет, басқа да оқу орындарында немесе басқа үлкен залдарды жинап, кездесуге сол бағытқа ғана жұмыс істеп жатырмыз. Сол бағыттамыз көбінесе. Осы туралы бір айтып кетсек, жастарға сізді қай жерде көруге болады? Қай жерде, қай қалада қазір? Осы бірер күнде Қызылорда облысындағы мына жастардың Қазалы ауданында, Жаңақорған ауданында болған қыз балалардың төбелесі бойынша бұл туралы бірнеше облыста олар белең алған үшін қазір сол бірнеше облыстарға шақыру алдым ресми. Әсіресе Қызылорда облысында бұл үлкен іс-шара болып өткелі тұр. Қасында бір психолог болады ержанымыз. Екі жақтап біз үлкен марафон өткізейін деп отырмыз. Одан кейін Ресей Федерациясы Мәскеу қаласында Крокус Сити холға 7500 адамды жинап, сол жерде кездесу өткізейін деп жатырмыз. Келесі айда Мәскеу қаласындағы ең үлкен зал, иә? Сол Мәскеу туралы айтып кетсеңіз, ол жерде... Оны енді негізі ұйымдастырған Қырғызстан Республикасының Манас орталық қоры. Қырғызстанда білесіздер, бірнеше миллионның көлемінде мигранттар жұмыс істейді жерде. Біразы азаматтықты алған азаматтары бар. Мен өзі қазақша, қырғызша, басқа да тілдер сөйлегендіктен сол өздері опрос жасап, кімді көргілеріңіз келеді дегенде Қазақстаннан мен атым айтқан екен халық көпшілігі. Сондықтан соған арнайы ресми шақыру алдық. Және біздің еліміздің елшілігінде бірнеше кездесулер өткіземіз. Бірнеше өткен менімен бірге Балғынбақ Имешев ақын бауырымыз бар. Ол тек қана қазақтың жыр додасына түседі. Қырғыздармен біз тек қана мен өзім ұстанымым, біз тек қана дінде емес, дінмен бірге қазақтың руханиятын, салтымызды, дәстүрімізді, тіпті мынау шапан киюдің өзін мен осына дәстүрге айландырып, бата беру, тұсау кесу, өзіміздің ғасырдан келе жатқан дүниеміз насихатталу керек қой. Біз өзге елдің салтын көшіріп болдық. Былайша айтқанда тойдық оған. Енді өз артымызға қарасақ, өткенімізге біздің де жүретін жолымыз өте керемет даңғыл жол бар екен артымызда. Соны алдымызға салып, келешек бағытымыз осы болса екен деген мақсатты қойдық. Тамаша. Нұрлан мырза. Қызметіңізге Алла разы болсын. Біз Нұрлан Имам мырзаға айтып жатқаным ғой. Бізде ақпарат бар. Сіз ағылшын тілін, өзбек, қырғыз, түрік, орыс, араб тілдерін меңгерген екенсіз. Сол тілдерде уағыз айту сізде бар ма жастарда? Жоқ, оның бәрі реттігімен болу керек шығар. Енді Қырғызстанның азаматтары көп болғандықтан Крокус Сити холлда жарты сағаттан көп уақыт берді маған. Тек қана өзімнің негізгі баяндамама тақырыптың өзі керемет таңдалған екен, өмір не деген. Атауы қырғызша жашау еміне деп айтылады. Сол жерде қырғызша сөйлеп қоямыз бұйырса. Анан кейін Өзбекстаннан келеді екен. Өзбекше дәмге апарамыз, Құда қаласа. Ең ақырын Құда қаласа енді көрші біздің мемлекет болғандықтан орысша будем завершать. Сондықтан сол тілінде болады. Түрік ағайындар енді болса, конуша жағдық, ама yok тұрғанлар шында орда. Ағылшын тілінде. Yes, of course. Нұрлан мырза, енді сіздің күнтізбеңіз туралы айтыңызшы, күнделікті өткізеді. Мысалы, ертең Мәскеу, одан кейін Қызылорда, одан кейін
бір айға немесе жарты жылға бір жоспарыңыз бар шығар, иә? Бір әнші Құдайбергенбек ағамыз айтты ғой, чертова популярность бәле болды деп. Сол сияқты. Чертова популярность. Сондай болып қалды енді. Негізі мен өзім қалағаным бұл емес еді, сұрағаным бұл емес еді. Тек қана пайдам тисе екен деген ойым еді. Зияным тимесе екен. Бір қазақтың баласы, бір қара көзіме, бір әйтеуір ұлтжанды азаматтарға, жүректеріне, еліне деген, отанына деген махаббат оятсам, солар әйтеуір сүйіп, еліне қызмет етсе адал, елімізде 30 жыл бойы тойған коррупция тоқтаса, соған Құдайдан қорықпағаннан қорқ дейді қазақ халқы. Одан кейін Мөңке би атамыз айтады, әлхан білгеннің бәрі молда болады, шапқаның бәрі олжа болады, күнде бас қосатын жиын болады, бірақ оның халыққа пайдасы болмайды деген. Сондықтан осы ақыр заман белгісін айта келе, яғни сол жиындардан анан бүйтейік сөйтейік іске өтсе, халқымыз кішкене мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи керемет хадисі бар. Ақыр заман жақындағанда адамдар ашпыз, жалаңашпыз деп күнде жиын, той, томалақ, қабат-қабат үйлер, осынайлар көп болады деген. Бірақ өздері ашпыз, жалаңашпыз деп көшеде айғайлап жүретін болады деген. Міне осыны кішкене қанағаттыққа, ұстамдыққа, сабырлыққа шақырсам деймін. Шын мәнінде мұқтаждар бар біздің елімізде, жоқ емес. Бірақ айтқан болар едім, соның ішіне шын мұқтаж ба бұл, әлде шын мұқтаж емес па? Соны қарап көріп, бұны жаңағы жатып ішетіннің үстіне жатып ішер қып, масыл қып тәрбиелемесе екен деген ойда. Бұл енді әрине терең әңгімелерге біз шомылғымыз келіп отыр, бірақ бұл бастау, бұл дүние, қателеспесем, қанша жасыңызда? 13-15. Одан кейін бертін келді біз видеоларды көргіміз келіп тұр дәл қазір. Экранға сұраймыз. Жас кездеріңіздегі видеолар. Бозбала кезіңізден осы видеокамераға өте бейім болған екенсіз. Жігітке дос көп болар бақ барында, ешкімге дос екенде бақтарылма, досыңның қас болатын күні туар, басыңнан бағың тайған шақтарында деген екен. 1995 жылғы видео. Бұл қай жақта? Жамбыл облысы, Жамбыл облыстық телерадио компаниясы. Сол кезде жаңадан иман телемедресесі деген бағдарламаны ашқан едім мен өзім. Сұранып, сол кездегі кісілер шақырып, сол кезде енді ол кезде осындай имам жас адамды көру бір таңылсық дүние болды ғой. Бізде діннің өзі сондай түсінік қой бізде. Мынау ұрсып, айғайлап, қорқытып, өткенде бір жерде бір қазақша сөйлеу керек дегенде бір имам әріптесім айтып қалды. Кімнің сөзін келтірді? Шәкәрім Құдайбердіұлы атамыздың сөзін айтты. Арамды іздеп жүріп татасың, бір күні ажалың жеткенде қара тастай қатасың деді. Сөйтіп қасымда отырғандар, бұл арабша айта берген дұрыс еді ғой бұдан гөр деді. Түсінбейтін дейді де бұдан гөр. Сол сияқты бұны адамды үркіту емес, дін дегенде біз сондай бір салмақты, шын мәнінде сондай деп есептейміз ғой, бірақ дін әлбетте салмақты, оған сөз жоқ. Ол ойнайтын дүние емес, бірақ оның жеткізу әдісі, мүмкін адамның жүрегіне жол табу, анау жаратқанның ұлы есігіне алып келсе, қыбыланың есігіне, бұл ең маңызды нәрсе. Оны саусақты шұқып ұрса берген, арам деумен адал көбеймейді. Кәпір деумен мұсылман да көбеймейді. Сондықтан оның екінші бағытын дұрыстап алуымыз керек. Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарымыз ешқашан қатал айтпады. Бізді мейірімдікке шақырды. Діннің өзі, Құранның аятының өзі кеп тұр, мен сені әлемдерге рахым етіп жібердім, мейірім етіп жібердім дейді. Сондықтан сол мейірімдік мынау бетімізде кішкене бұлшық етіп қимылдатып, ыржиып тұру керек, смайлық болып. Біздікілер қабағын шытып, ұрсып, қорқытып жіберетін сияқты, жүрегін қорқпайды сенен ешкім қазір. Ол дәуір қалған. Сондықтан қорқытып, айғайлап, ұрсып, одан еш нәрсе өзгермейді. Анау өлейін деп мен талай естігем сон, өлім тұрасың. Енді өлсек өлеміз деп қарап ота береді біздікілер. Ең қорқытасың оны. Мүмкін үмітін жалғай білу керек. Мүмкін ол да керек шығар. Дүниенің ақиқаты, шындығы ол ажал. Бірақ біз ол жағынан емес, адамға өмір сүруді үйрете білу керек. Қалай өмір сүру керек? Және қай шариғатқа, қай заңдылыққа сай өмір сүру керек? Ата-бабамыз қай бағытта өмір сүрді? Соны біз сіңіре алсақ, ар жағын өзі тауып алады деп есептеймін. Дұрыс. Әлеуметтік желілерде жиі қойылатын сұрақтар өзіңізге. Топ. Жастардың. 5 немесе топ. Одан қандай анализ жасадыңыз одан? Ең негізгі сұрақтардың басым көпшілігі отбасы, жанұя төңірегінде сауалдар. Содан қарап, біздің халқымыздың имандылық дәрежесіндегі сауаты мен деңгейін түсіндім. Бұл сұрақтар
әке мен бала, ана мен қыздың ортасында бітіп кететін шаруа еді. Өкінішке орай, біздің көп ата-аналарымыз, олар дүние табушы, олар сырлас емес, олар мұңдас емес, ол тек қана банкоматтың ана ақша беретін аппарат сияқты, келет, мә, керек, мынау ма, мә, мынау, болды, ары қарай мені мазалама деген сияқты сөз болды. Ата-аналардың да, балалар да ата-анасына кейін тура солай қайтарады. Бір кісінің, бір әулеттің 5-6 баласы бар екен, ішінде біреуі имам молда екен, намаз оқитын екен. Өзі ең кедейі сол екен. Қалғандарының барлығын жағдайы жақсы, ата-анасына бірден киім, әйтеуір бәрін алып береді, інжутас жағдайын жасайды, көлік әпереді. Бірақ ата-ана бәрібір анау иманда намаз оқитынмен көп сырласады екен. Ол ортасында бала екен. Мына қалғандарының қызының ұлының ашуы келеді екен, неге бізбен сырласпайсың десе, бауырлар бәрін жинапты да, ақылдана шоқ кезде айтты, әй, сендер бәрін бересіңдер, бәрін сыйлайсыңдар, бірақ отырып тыңдамайсыңдар депті кемпір шалды. Тыңдасаңдар, ол картошканы айтады, соседтің күйеуден шыққан қызын айтады, ананы айтады, ауылдың әңгімесі айтады. Соған біздің нервіміз шыдамайды ғой, қасына отырып, телефонды шұқымай, былай қойып, қасына отырып, бетіне қарап отыру, біздің жүйкеміз көтермейді соны. А үлкен кісілерге сол керек. Сол диалог бала кезінде болмағаннан кейін, баладан қайтарым есейгенде де бұл да болмай, біздегі маған қойылған сауалдардың дені көпшілігі сол ата-ана мен баланың ортасында бітіп кететін дүние. Сол айтылмаған, тиісті кезде сөз жетпеген, содан қалған дүние деп есептеймін. Әйтпесе жаңа батыл ойнайық, батыл деген жігіт, ол әжептәуір жігіт, ол міне уже шашын қайырып қыздарға қырнайтын бала ол. Телефоны бар. Телефон соны қолданған, ол кішкентай 4-5-тегі жігіт емес. Демек, сол баланы сондай дәрежеге жеткізген, қазіргі заманның ең үлкен ұрысы бар. Сол ұры бәріміздің қолымызда, қалтамызда, ол телефон. Уақыт ұрлады, жастығымызды ұрлап жатыр, өмірімізді ұрлап жатыр, ата-анаға мейірімді, махаббатты ұрлап жатқан ұры бар. Мен оны ұстама демеймін, бірақ ол белгілі бір жүйеде адам өзін соны бағындыра білсе, онда келешегінде жүйелей алады деген сөз болады. Тамаша. Нұрлан мырза, енді сіз енді дінді насихаттау жолында, халықтың жүрегіне осы дінді енгізу жолында сіз әлеуметтік желілерді пайдаланып жатырсыз, теле бағдарламалар болып жатыр. Енді кино түсіру жоспарда бар ма сізде? Осы дін тақырыбында. Драмамыз. Біз түстік бір киноға. 11 мамырда бұйырса премьерасы. Күйеуіме тоқалымыздайым деген бір киноға түстім. Енді жерде кішкене ғана бір эпизодтық қана бөлім бірақ түсті. Өтініштер бар. Мен ойнаймын ғой сол кинода. Иә. Сол жерде бар сол нәрсе, сондықтан негізі қалай болғанда да ол киномен айтып отырмын ғой, киномен ба, маған кейбіреуге бір күні базарға барып айтады, базар тұрмақ, моншаға барып отыруға дайынмын, егер керек болса менің қажетім. Тап сол жерде тұрып та дінді насихаттауға дайынмын. Егер біреуге жақсылық етсе. Яғни кинода өзіңіз мүмкін кино түсіріп қаларсыз, е? Мен өзім түсірем деп айта алмаймын, әркім өз шаруасымен айналысы керек. Менің жақсы бауырым, досым Нұрлан Қоянбаев түсіреді. Тамаша. Енді заңды сұрақ туындайды. Әлеуметтік желілеріңізге кім ие? Кім жүргізеді? Кім жүйелейді? Кім оқиды? Кім көмекшілеріңіз бар ма? Ең қызығын айтайын ба? Өзім жүргізем. Әлеуметтік желі. Әлеуметтің өзім жүргізем. Өзім жүргізем, өзім салам, өзім монтаждайым. Өзім енді ғана кішкене бір SMM адамдармен көрісіп кішкене маған, өйткені анау сапалары сәл төмендеу екен. Өйткені сізде енді қарасам, жаңағы статистикасында Ресей Федерациясы 6%, Қырғызстан Республикасы 11%, Таджикстан, Өзбекстан бірнеше мемлекеттер қарағаннан кейін тымды. Тымды қарағаннан кейін сапасын көтеру керек болды. Сонымен белгілі бір мамандарға қайырдым. Осы міне бір апта болды. Оға дейін барлығын өзім жүргізіп, өзім қиып, өзім салам бәрін. Сіз мынандай жағдайлар болады дейді, офиста немесе басқа жұмыстарда бастықтың өтпейтін әзіліне өтірік күлсе қайырымдылық болады ма дейді. Қайырымдылық болмайды, айлық көбейеді. Пайдасы бар дейді. Рахмет. Осы жаңағы жібек жол арнасында оразайында бір айға созылған тікелей эфир сол бағдарлама туралы айтсақ. Және де жалғасын табам, өткен көрермендер өте көп болды. Өтініш маған түсті, мен келістім, жұмасына бір рет осы ақпаратты біз қазір атын ойлап жатырмыз, қоямыз. Халықтың қажеті бойынша руханиятымызды тағы да кемелдендіруге, тағы да жетілдіруге аптасына бір рет жүріп тұратын. Круто.
Бірге ол тікелей эфир бола ма жоқ запись? Тікелей эфир, иә? Жалпы осы бір айлық бағдарламада жалпы көп көрермендер болды. Қателеспесек, президентіміздің өзі көріпті эфирді. Сол туралы айтып кетсеңіз. Иә, естідім. Мемлекет басшысы көріпті, жиі көреді екен. Қасында азаматтар айтты, сәлемдемесін айтты маған президентіміздің. Бұдан мен бірінші байқағаным, біздің президентіміз өте қырағы кісі, елдің, халықтың жағдайын ойлаған азамат екені, шынайы халықтың көптен күткен басшы екеніне көзім жетті. Әлде болса да қиыншылықтар өте көп. Қазір тартпақтау өте көп мемлекетімізде. Сол үшін айтқан болар едім, саусағымыз бірігу керек азаматтар. Сонда жұдырық болады. Сол жұдырықпен Құдай қаласа біз біраз жерге дейін мемлекетімізді сүйрейміз. Қазір мемлекетті тарту емес, жастардың бірігіп, бір азаматтың артынан лесуіміз қажет болып тұр. Сондықтан президентіміз көріп маған енді күлкілі болғаны, өзіме күлкілі емес, енді шын мәнінде солай ғой. Президентіміздің айтқан сөзі бар екен. Өзім қуандым енді бір жағы оған. Енді жақсы мағынамен айтқан ғой. Бұлай енді орысша айтқанда енді позитивный имам депті. Яғни осы жағынан айтқаны өте маған ұнады. Солай болған шығар, солай болсын. Біздің барлықтың қызметкерлеріміз, жалпы мұсылмандар елді біріктіруде кішкене, жаңа айттым ғой, садақаның ең төменгісі жымию, күлу. Күлу емес. Бізде күлесі хе-хе деп күлсең біреу жындыма дейді ғой. Олай күлу емес, жымию, жай ғана улыбка дейді орысшада. Бұл садақаның ең төменгісі. Сондықтан жымиып жүріңіздер, садақа болады. Тамаша. Енді тағы да, менің сұрайын деп отқаным сол бір сұрақ ау. Жалпы тағы да бір мамандық иесісіз. Неге әрі қарай тағы да оқуыңыз мүмкін ба? Неге психологияны таңдадыңыз? Әлде осы дінімізді жеткізуде өте жәрдемі көп болатын сезіңіз ба? Мен өзім айтқан боларым, имамдардың бәрі негізі психологиядан хабардар болу керек. Бізде тек қана бір бағытта сөйлейміз, мінбердің бер жағынан, анау келген адамның мұңын тыңдамайды екенбіз. Бізге керек, соның мұңын тыңдай білу керек. Мына жүзіне қарап, адамның арғы көңілінде не бар, соны жобалай білу керек. Аталарымыз өте қырағы болған. Келген адамның басып кеткен аяғының ізіне сай, екпініне сай, түр әлпетіне сай, бұның көңілінде не бар, жүрегіне не керек, соны дөп қоя білген. Бұны айлміл фарасат деп айтса да болады, парасаттық деген сөз. Сондықтан бұл өте қажет нәрсе, барлық адамға керек нәрсе. Жүйкеміз қазір тозып, жан-жақтағы әлеуметтік жағдай, отбасылық жағдай бізді түйткілдеп тартқан кезде, ең бізді жүрегімізді тыныштандыратын ол мешіт, ол ұлы, жаңағы сол жолдағы дін қызметкері. Дүниемізге келсек те соған мұқтажбыз, дүниеден кетсек те соған мұқтажбыз. Енді сол қызметшілеріміз соған лайықты болсын деп тілеймін. Тамаша. Енді бүгінгі түсірілім өте керемет болып жатыр. Жалпы біз енді позитивке, әзілге жақын бағдарламамыз, бірақ бүгін сізді шақырып, осы жастарға біраз әңгімеңізді тыңдап, осылай көңіл бөліп келгеніңізге рахмет. Сізге барлық жақсылық тілейміз. Жолыңыз болсын. Өйткені барлық жерге естіп жатырмыз. Мәскеудің төрінде Крокус-Ситиде үлкен кездесу болады. Сол сәттілік. Бізде енді осы түнгі студия бағдарламасының атынан кішігірім сыйлығымыз бар. Осы сыйлығымыз қалай айтсақ, дәстүрге айналдырайық деген бір ойдамыз. Өйткені мысалға, жалпы патриотизм деген не ол? Жалпы еліңді сүю, махаббат. Ол махаббат тек қана басқа біреуді жек көру емес, ол махаббат жұмысыңа деген, жауапкершілік еліне деген. Сол сияқты біз қазір осы түнгі студия бағдарламасы бір челлендж бастап жатырмыз жастардың тілімен. Түнгі студия бағдарламасының атынан сізге Қазақстан Республикасының туын сыйлағымыз келіп отыр. Тамаша. Бір сөз, мен аяқтағым келеді, осыны рахмет. Көп тудың ішінде біздің көк туымыз мәңгі тұрсын. Әумин. Әумин.
Сұхбатымыз ақырындап аяқталып келеді. Бағдарламаға берілгенде уақыт, бірақ әрине сіздермен әсіресе Қос Нұрлан ағамыз бар, көрермендер бар. Біз сағаттап, күндеп, түндеп әңгімелесуге дайынбыз. Әрине ол уақыт шектеулі болғандықтан біз ойынға көшсек, ойын, логикалық ойын, ол өте оңай. Мәселен, сіздің қолыңыздан бір қағаз шықты, сол қағазда көйлек деп тұр. Көйлек, сіз оны міндетті түрде бір ассоциациямен түсіресіз. Бір ғана сөзбен. Кисең жылы деген екі сөз қолдануға болмайды. Иә. Сонымен уақыт өте келе түсініп кетеміз деп ойлаймын. Кім бастайды? Болады. Біз топ-топқа бөлдік. Қос Нұрлан ағамыз бір команда, бір топ. Жастар десең, Салтанат екеуміз бір топ. Мәселен, бірінші боп мен бастап берейін. Салтанатқа көрсетпеймін. Сіз де сол сөзді ашасыз. Бірінші боп. Сіз өзіңіздің командаласыңызға көрсетіп қоймаңыз. Иә, көрсетіп. Кеттік. Камераға көрсеттім. Үзіліс. Мектеп. Жоқ. Сіз көріңіз, сізде де сол сөз, бірақ Нұрлан мырзаға жасырасыз. Бір сөз. Болсаңызшы. Бір сөз ба? Бірақ өз сөз. Болсаңызшы. Кисел. Телефон, байланыс. Жоқ, мен түсіндіремін енді. Болды, таппаңыз, екіші бар, не айтпайсыз. Үзіліс, кесел. Ол, басқа айта алмайды. Ол дедің болды. Енді қара. Ол? Салтанат, айта береді, тез ойнау керек. Ол? Жарнама? Дұрыс. Үзіліс ғой енді? Үзіліс деген менді білмеймін. Нұркен бастайды, иә? Кімге көрсетем? Қарамай тұрам. Өзім ғана көрем. Сізбен Салтанат қана көруге болады. Иә, екеуміз. Болды. Өйткені жасырушы адамсыздар ғой. Иә. Ал кеттік. Кімге жасырайын? Сіз Нұрлан мырзаға, мен Дәулетке. Болды ма? Қарай берейін ба? Иә, қарай бер. Баламасын айтуға бола ма? Бірақ ауыз сөз айтуыңыз керек. Ассоциация, орысшасын айтсам бола ма? Жоқ. Перевод. Болмайды. Ассоциация, только ассоциация. Біз орысша түсінбейтіндей. Бірақ енді мен түсінбеймін расымен. Ассоциация. Иә, бірақ аударма емес. Болыңызшы. Біз ұтуымыз керек қой. Маған көмектесіңіз. Қай сөзбен мен табам бұны? Ура! Күшті. Қалай? Ура! Неге ура? Сіз бір қимыл, бір сөз көрсетіп қойдыңыз. Солай ма? Іштен Бір сөз. Жарайды, бір. Ура ғой, ура. Сен де бүйттің ғой? Иә, жарайды, мен көрсетіп қойдым. 1-0 болды ма айтпақшы счет? Жоқ. Қазір мен ойланып жатырмын. Ура деген бұл Совет одағы кезінде ғой, әде айттыңыз ғой, иә? Ура! Қазір де сол. Жеңіс па? Жоқ. Оңай ма десем, қиын екен ғой бұл. 30. 30? Ура, 30. Мә, не ол? Сенен кейін айтам мен. Маған тағы бір сөз айтады ол қазір. Тағы бір сөз айтсам ба, иә? Туған күн? Жоқ. Кеттік. Ура, 30 дейді. Премия. Жақсы, иә, ештеңе етпейді. Иә. Кент дәреже. Ура, 30 премия. Болды, ештеңе артық айтпаңыз. Ештеңе артық айтпаңыз. Кент тұр, ашық. Ура, премия. Ура, премия, 30. Сонымен уақыт 15 секунд қана берілді. Неге 30? Бір сөз айтасаңызшы, түсінесіз сосын мен айтқаннан кейін. Премия. Любой сөз айтасаңыз. 30 шатастырып отыр. Тастырып отқан жоқ. Дұрыс па бәрі? Келіп тұр ма? Любой сөз айтасаңыз. Сиыр. Білмеймін мен. Любой сөз айтасаңыз. Бір сөз. Юбилей. Мен ұмытып қалғанымша айтқым келіп тұрған. Не осынау? 30 премия. Бухгалтер. Күшті? Касса. Жоқ. Бір сөз. Сол. Бір сөз. Сол десең. Сол, иә. Сол. Сол, иә. Тағы бір сөз айтса болады ғой.
Сол деген. Сол жарайды, есептейміз. Бірақ сөз. А? Кассир. Кассир, бухгалтер, Иә. премия, 30. Аха, деймін. Айлық қой ол. Бірде-бір шарт ашысаңыз. Бірде-бір. Соңғы рет қашан айлық алдыңыз? Ура! Бір ашып қойыңыз. Өзіңізге бір ашып қойыңыз. Кім ашады? Мен ашам ғой, ой, ашам ғой бұны. Ол 10 болып кетеді. Достар қайда? Мен бастаймын енді. Бастаңыз, Мен қараймын ғой, Сіз де көріп аңыз. Біз салтанат таппаса, сіз жасырасыз. Кеттік ал. Сөзға. Ой. Енді кеңірек ойлауға тырысасың. Не обещаю. Италия. Пицца. Пицца. Тамаша. 2-1. 2-1. Кім бастайды? Сіз. Сіз жасырасыз. Мен жасырам, Мен біреуін алып тастадым. жасырады, Нұрлан сөз. Кезек. Сіз жасырасыз бірінші болып. Аны қалай түсіндірейін? Кия. Карате? Жоқ, бітті. Айт. Тез айта салам. Кия! Ниндзя. Жоқ. Кия! Екі рет қайталады ма де? Қандай айттыңыз сіз? Айтып қойды. Айтқан жоқ, жауап берген жоқ. 2 рет қайталадың ба деп. Жауап Бір айтқан сөзді 2 рет қайталай бересіз бе? Мен айтайын. Жақын. Кия! Ана келмейді сосын, тағы да не бар? Бірінші не сөз айттыңыз Бірінші сіз? не айттыңыз? Карате дедім. Карате. Таэквондо? Таэквондо. Вау! 2-2 болып кетті. Енді Нұрлан мырза. Басқа нәрсе келмейді де болған киядан басқа. Нұрлан сөз, өзіңіз біреуін алып, мен қарамай тұрайын. Мен қарамайым. Ұялам. Ят болады. Мынау. Браво сіз. Күшті кетті, Шапан? Қара. Мынау. Бір ғана сөз. Блин, сөз тіркесі бір сөзге жата ма? Болмайды, сөз тіркесін айтсаң ар жағындағысын біліп тұрасың. Онда? Ассоциация. Онда? 3-ке дейін ғана, осын тапсақ біз жеңіп кетеміз, болды. Қызғу. Қызғу? Мынау? Қызғу. Дәстүр? Тауып қойды мен. Айттым ғой. 3-2, біз жеңіске жеттік. Жоқ. Күмәніміз бар. 5-ке дейін ойнайық десеңіздер. Жоқ, 1-2 ойнап істейік. Қызық ойын екен. Уақыттарың бар ма? Деп бірге дейін отырсың. Кім ашады? Сүрген ашады. Сіздер, екеуіңіз бірге. Мен ашады. Жоқ, мен ашады. Енді сіз бастайсыз да? Мына жерден ол сөз алып аладына. Түсіндім. Түсіндің ба? Сен басташы. Екеуіңізді бір сөз ба? Біз тауып қоямыз. Давай, бастай берем. Қиын беген? Жеңілдік. Жеңілдік? Орысшасы ма? Жоқ, орысшасы емес. Жеңілдік. Біреуін айтты сал, Салтанат. Пусть будет процент. Ұстаз отырды айтыпса бір-екі нәрсе айтып. Процент. Пайыз. Күн. Күн. Алысқа жібер жердіңіз ау? Жоқ, қазір біз Bluetooth бар ғой 79-лардың. Сіздер Bluetooth емес ау? Икпорт ба? Қарап тұр ғой. Бір сөзбен түсіндіріп жатыр. Бұл дегеніміз... Бір сөз. Бір сөзбен, Бірақ осы сөз. Логиканы дамытады, бірақ пайдасы осы. Өседі. Депозит? Жоқ. Жақын. Екеу екі мағынада келеді бірақ, Жеңілдік өседі. 50%. Баға? Магазинде? Ақша. Жоқ, енді қараңыз. Ананың бәрін еске түсіріңіз. Жинау керек. Жеңілдік. Өседі. 50%. Сосын магазинде. Дүкенде, қара.
Пайдалы. Мен кезегім ба? Иә, пайдалы. Ұсыныс ба? Пайдалы, скидка деген сөз ба? Ол емес па? Ол жеңілдік қой, скидканың орысшасын айтып тұрсың жай ғана. Бағана айттық қой. Өседі. Сосын түседі. Доллар? Акция. Акция. Оны айттық қой? Айтқан жоқ па? Акция. Бүгін бізде акция жүріп жатыр дейді, сонда. Енді... Я, сен магазинге кетіп жатсың, мен ана акцияға кетіп жатырмын ғой. Енді. Давай, осымен соң қойын. Соң қойын. Кеттік ал. Сіз бастаңыз. Болды ма? Иә. Бокс. Кеттік тез-тез. Бокс. Любой сөз. Бокстың ішінде ғой, иә? Иә. Бокс. Кетті. Бокста? Мен тауып тұрған сияқтымын. Иә, мен. Айтпаңыз. Нокаут. Төртте үш есебімен жеңді деп. Нұрландар жеңіске жетті, 79-дар алға деп қойсаң да. Тамаша, қошеметтеңіз, осымен біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Түнгі студия бағдарламасын қонағы Нұрлан Иман. Бірге рахмет, Алла разы болсын.